Егізімді туылған күнімен қалай құттықтадық? Арнайы құттықтау үшін жан-жақтан бауырларымызбен жиналып қалдық. Папуаны квартира алып, оның үшін оформление жасауымыз керек болған, бірақ алған квартирамыз отмена болып қалды. Тапсырыс берген маки-макиімізді далада күтіп алып, осылай екінші жерден алған квартирамызға келдік. Екі бауырым гүлмен осындай шарларды алып келді. Шыны керек, асығыс алған квартирамыз көңілімізден шықпады, бірақ уақыт аз қалғаннан кейін осы жерде алуға тура келді. Жастардың сұрауы бойынша суши-пицца әрине біздің дастарханымыздың гүлі болды. Біздің отбасымызда маки-макимен туылған күнін қарсы алу уже традиция. Мына қытырлақ крылышканың дамын көрсеңіз, ол ыстық күйінде вообще күшті кетеді. Бұл сеттің ішінде 10-15 адамға арналған барлық суши түрлері бар. Маған өзіме ең ұнайтын осы сушилардың бірі фреш суши, салатпен бірге жүреді. Көріп тұрғандарыңыздай нағыз компанияға отырысқа арналған сеттердің бірі. Енді қызықты айтайын сіздерге, бұл жерде дастархан жасайық десек, стол жоқ екен бұл квартирада. Амалын тапсаң барлығы болады. Кішігірім дастархан тауып жерде жасайтын болдық. Оформлениемізді жасап, қыздармен бір от души билеп алғаннан кейін президентский парктың алдына келдік. Бауырымды арнайы машинамен жұмыстан кейін алып кеттік. Бұл жерде бізді осындай оформление күтіп тұрды. Осыны өз намектап айтып жүрген болатын, осылай құттықтаңыздар деп. Бауырымыздың арманын орындау үшін кез келген өзінің қалауын таңдап бердік. Әрине фото-видео жасап болғаннан кейін келіп жаңағы кішігірім тамағымызды алып жеп алдық. Осылай туған күн бітті.